Қайырлы күн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Менің каналыма тіркеліп, денсаулыққа байланысты көптеген ақпараттар алып отыруларыңызға болады. Бүгінгі біздің айтатын тақырыбымыз ол 5 айлық баланың физикалық, психикалық, сонымен қатар эмоциональды күйде даму процестері жөнінде болады. Ең бірінші баланың физикалық дамуына тоқталайық. Бұл кезде баланың салмағы шамамен 6-7 килограммды құрайды. Осы айда 700 грамм салмақ қосуы керек. Туылғандағымен салыстырғанда бойының ұзындығы орта есеппен алғанда 64-66 сантиметрді құрауы тиіс. Егер де баланың бас айналымының өлшемін алатын болсақ, 42 сантиметрді құрайды, ал кеудесі одан сәл 1-1,5 сантиметрге кіші болуы мүмкін. Бас айналымын өлшеу үшін арттағы шүйде сүйегімен маңдайы арқылы жүргізіп өлшейміз лентамен, ал кеуде өлшемін алу үшін екі емізік тәрізді өсіндіден жерден шығып тұрған айналым жүргіземіз. Сол кезде кеуде айналымы шығады. Келесі алдағы видеоларда оны көрсететін боламын. Егер де осыны өлшейтін болсаңыздар, шамамен 40-41 сантиметрді құрайды. Енді балада қандай даму процестері жүріп жатыр, қалай байқаймыз? Егер де баланың екі қолынан ұстайтын болсақ, бала алға қарай тұруға ұмтылады. Бұл деген сөз баланың арқа бұлшықеттерінің тонусы пайда болып жатыр деген сөз. Бірақ әлі баланы толығымен өздігінен отырғызып қоюға, немесе артынан жастық, көрпешелерді тіреп баланы отырғызуға асықпаңыз. Себебі ол бел омыртқасына нагрузка алып келеді. Екінші, осы кезде бала оңға, солға еркін активны түрде аунай алады. Егер де ішпен жататын болса, бала кеудесін көтеріп, басын көтеріп, жан жағына қарай алады. Сонымен қатар, осы ішпен жатып та кері қарай аунай алады. Кейбір 5 айлық балалар, медицина тілімен айтатын болсақ, Пластунский бойынша инфекция алады, немесе партизанка деп жатамыз. Қазақша оны бауырмен жорғалау деп айтамыз. Яғни бала ол кезде жамбасын, ішін көтермейді, тек қана қолдар арқылы және аяқтарының ұшын арқылы тіреп, алдыға қарай жылжып, қажет жеріне жете алады. Міне 5 айлық балада осындай ерекше физикалық даму процестерін көреміз. Енді қандай эмоциональды даму болады? Егер де балаңызға ұрсатын болсаңыз, онда бала бірден түсінеді. Яғни бұл баланың адамның түріне қарап эмоциясын ажырата алуы, адамның даусына қарап қандай күймен, қандай тонмен сөйлеп тұрғандығын ажырата алатын даму процесі жүріп жатыр деген сөз. Сонымен қатар, егер де балаға қарап еркелетіп, ути-пути жаным, күнім десеңіз, бала сізге күліп, қуанып, керемет көңіл күй сыйлап, мәз болады. Бұл да оның эмоциональды күйде дамып жатқандығын көрсетеді. Егер де балаңызға түрлі түсті ойыншықтарды көрсететін болсаңыз, суреттерді көрсететін болсаңыз, оған анықтап, жақсылап қарайтын болады. Сонымен қатар, машиналарды алып, оңнан солға қарай жүргізетін болсаңыз, бала өзінің көз бұлшықеттерінің даму процесін көрсетеді, ол соны бұлай өтіп бара жатса, соны әрі қарай көзімен шығарып салып, көзін алмай толық қарай алады. Егер де балаға шықылықтап, әртүрлі дыбыстар шығарып ойнататын болсаңыз, бала сізге тырқылдап күліп, керемет жауап беретін болады. Бұл да баланың сіздің эмоцияңызды, сіздің ойнатып жатқаныңызды уже түсіне бастағандығын көрсетеді. Әрине, қолына түскен нәрсенің барлығын бала екі қолымен ұстап, оны аузына апаруға ұмтылады. Сондықтан баланың ойнататын ойыншықтардың барлығы таза болуы тиіс. Сонымен қатар, баланың осы кезде аузынан сілекей көп болып ағады. Неліктен? Бірінші себебі ол тіс шығуынан болуы мүмкін. Тіс шығуға деген ауыз қуысының дайындығы болуы мүмкін. Екіншіден, әртүрлі ойыншықтарды аузына сала бастағандықтан бала не істейді? Ауыз қуысына түрлі инфекцияларды апарады. Табиғи жолмен қорғану процесі жүреді. Сол инфекцияларды сыртқа шығару мақсатында аузынан көп болып сілекей ағады. Ал егер де расымен де тіс шығуға байланысты аузынан сілекей ағып жатқан болса, онда балада эмоциональды күйде де ыңырсып, көп жылап, көңіл күйінде бұзылыстар болуы мүмкін. Бұндай жағдайда балаға арнайы тіс шығуды жеңілдететін тістегіштерді берсеңіз болады, немесе деснаға жағатын тіс шығу кезінде қолданатын арнайы гельдер бар. Соларды жағып, баланың
тіс шығуын жеңілдетуге мүмкіндік беруге болады. 5 айлық баланы алдыңызға алып, өзіңіз тамақтанып отқан кезде осылай ұстап отырсаңыз, онда бала сіздің тамақтарыңызға ұмтылады. Тарелкаңызда тұрған тағамдарды алып аузына салғысы келеді. Бұл оның миында тағамдармен танысу деген даму процесін жүріп жатқандығын көрсетеді. Сондықтан да егер де бала солай ұмтылып жатса, оның қолына 1 чайный ложка көлемінде банан немесе картошка, сәбіздерді езіп беруге болады. Оны әрдайым мынадай нибелер дегенге езіп берсеңіз болады. Но мен жаңа ғана қызыма берген, ішіне банан салып берген. Оның мынадай тесіктері болады. Нибелер деп сұрасаңыз, аптекаларда сатады. Бұл баланың қақалып шашалып қалмауының алдын алады, яғни қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Осындай көлемде алғашқы кезде 1 чайный ложка көлемінде примерно банан берсеңіз болады, картошка немесе сәбіздерді асылған ішіне салып беруге болады. Бірақ әлі активны түрде прикормды бастауға болмайды. Себебі прикормды 6 айда бастаған дұрыс. 1 ай болса да баланың асқазан ішек жолдарында толығымен даму процесі жүріп біткенін күту керек. Енді қараңыз, егер де сіздің балаңыз әлі оңға, солға аунамаса, 5 айлық болған кезінде, қолын алдына қойып, басын көтеріп, кеудесін көтермесе, қолын тіремесе. Үшіншіден, егер де аяқтарын туылғандағыдай әлде бүгіп алып жатса, гипертонус болса, тұрғызған кезде аяқтарын тіремесе, аяғын осылай бүгіп алып тұратын болса, одан кейін сіз бетіне қарап сөйлеген кезіңізде сізге эмоционалды күйде жауап бермесе, күлмесе, жыламаса, өзі жатқан кезде егерде гуілдемей қойса, сонымен қатар бұл баланың салмағын өлшеген кезде ешқандай да салмақ қоспаса, міндетті түрде баланы педиатрға немесе невропатологқа апару керек. Бала 5 айында қолына ойыншықтар берген кезде оны 2 қолмен ұстап аузына апаруға ұмтылу керек. Егер бұл процесте болмаса, онда баланы тексерту керек деген сөз. Енді 5 айлық баланың режиміне келетін болсақ, егер сіздің балаңыз 3 айға дейін жылап, іші кеуіп, түнде ұйықтамай мазасызданған болса, қуана беріңіз. 5 айлық баланың түнгі ұйқысы тыныш, 2-3 рет емуге оянады, күндіз 3-4-ке бөліп ұйықтайды, жалпы қосқанда күндіз 5 сағат ұйықтайтын болады. Баланы жиі таза ауаға шығарып тұру керек. Сонымен қатар, егер де күн шығып тұрған уақыт болса, мүмкіндігінше таңғы сағат 11 мен күндізгі 1-дің арасында шығарсаңыз, D витаминін табиғи жолмен өндірілуіне көмек көрсетесіз. Одан кейін баланы суға түсіріп тұрсаңыз болады. Ол баланы жалпы судағы гимнастикаларын жасап, 15 минут аралығында 37 градус суда ұстасаңыз, ол да баланың физически дамуына жақсы әсер етеді. 5 айлық балаларға шамамен 200 мл су беруге болады. Ол фильтрленген су немесе қайнатылған су болуы тиіс. Жалпы 5 айлық баланың дамуына байланысты осындай белгілері болады. Егер де сіздерде қандай да бір сұрақтар болатын болса, төменге комментарийге жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін.